Пәкістанда діни қызметкерлердің ұйытқы болуымен әйелдерді қорлайтын заң қабылдануы мүмкін. Пәкістанның күшті конституциялық органы Ислам идеологиясы кеңесі елдің заңнамасына күйеулерге интимдік қарым-қатынастан бас тартқан немесе серіктестері ұнататын киім кигісі келмейтін әйелдерін жеңіл ұрып-соғуға мүмкіндік беретін өзгерістерді ұсынды. Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып, қызықты видеолар тамашалай аласыздар. Ислам идеологиясы кеңесі 160 беттен тұратын құжат жобасын пысықтап жатыр, және оны елдегі халқы ең көп қоныстанған Пенджаб провинциясының заң шығарушыларының мақұлдауына ұсынбақ. Батыс сарапшылары атап өткендей, бұл ультраконсервативті заң жобасы күйеулерге әйелдермен қарым-қатынасында шексіз өкілеттіктер береді. Оның үстіне діни қызметкерлер өздерінің қорытындыларында тіпті із қалдырмас үшін және зардап шекпеу үшін әйелдерді қалай ұрып-соғу керектігі туралы кеңес береді. Оны дененің терісі тым қалың емес және тым жұқа емес жерлерінен ұрыңыз, деп түсіндірді СИИ ұйымы жетекшісі Маулана Мұхаммед Хан Ширани Исламабадта өткен баспасөз мәслихатында. Аяқ киім немесе шыпырғыш қолданбаңыз, онымен әйелді ұрмаңыз, оның басын, мұрнын немесе көзінен ұрмаңыз, сүйектерін сындырып алмаңыз, ізін қалдырмай ұрыңыз, тек оның діни міндеттерін еске түсіретіндей етіп ұрыңыз, деп пікір қалдырды. Заң жобасы осы соққыларды басқару туралы қадамдық нұсқаулықты ұсынады. Әйелі күйеуі бағынбаса, құжат бойынша күйеуі онымен сөйлесуге тырысуы керек. Егер бұл нәтиже бермесе, ол бөлек ұйықтау керек. Содан кейін ғана зорлық-зомбылықты соңғы шара ретінде қолдануы керек. СИИ ұйымы осы ережелерді сақтамаған кез келген пәкістандық әйелді қудалау керек деп талап етеді. Консервативтік діни қызметкерлер пәкістандық әйелдерге басқа да шектеулер қояды. Сондай-ақ олар күйеуі, ұлы, ағасы немесе әкесі болмаса, ауруханада ер науқастарды тамақтандыруға тыйым салынады. Сондай-ақ заң жобасында хиджаб кимеген, күйеуінің рұқсатынсыз басқа адамдарға ақша беріп, көршілері естісін деп қатты сөйлейтін кез келген әйел таяқ жеп жазаланады делінген. Сондай-ақ әйелдерге балаларын 2 жыл бойы емізу міндеттеледі және күйеуінің рұқсатынсыз контрацепцияны қолдануға тыйым салынады. Құжат Пенджаб провинциясындағы кейбір заң шығарушылардың әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау туралы заңын сәтсіз алға тартқан ұсынысына қайшы келеді. Олар әйелдерге көбірек құқықтар беруге тырысты. Сондай-ақ қатыгез күйеулерден электронды бақылау білезіктерін тағуды талап етті. Алайда СИИ бұл заң жобасын исламға қайшы деп қабылдамады. Оның орнына қарастырылып отырған заң жобасын ұсынды. СИИ ұйымы өзі заң шығаралмайды, бірақ Пәкістан үкіметі мен парламентіне кеңес беретін ұсыныстар жасайды. Дегенмен, қазіргі заң жобасы ел ішінде наразылық тудырды. Бұл таңқаларлық, деді Аллама Тахир Ашрафи, кеңес қабылдаған ультраконсервативтік және күлкілі заңдарға байланысты отставкаға кеткен бұрынғы мүшесі. Ашрафи заң жобасы мұсылман дінінің мәніне нұқсан келтіреді дейді, өйткені зорлық-зомбылыққа ислам дінінде тыйым салынғанын айтты. Дегенмен заң шығарушылар пәкістандық әйелдердің құқықтарын соншалықты төмендетеді. Онда әйелдерге күштеп күйеуге шығуға, қышқылмен шабуыл жасауға немесе ар-намысты өлтіруге болмайды делінген. Өткен жылы Пәкістанда 1000-ға жуық әйел намыс өлтіруі орын алған. Оларды әйел отбасын масқара етті деп ойлаған туыстары жасаған. Мұның бәрі өте жиіркенішті, деді адам құқықтар жөніндегі адвокат Асма Джахангир. Пәкістан телеарнасына, бірақ біз алаңдамауымыз керек. Пәкістан әйелдері өздерін қалай қорғау керектігін біледі, дей кетті. Кейбір елдерде әйелдер зорлық-зомбылыққа ұшырайды дегенді жиі естиміз. Алайда Үндістандағы әйелдердің тағдыры осындай болатыны туралы ақпарат көпшілікті таң қалдырады. Жағдайды өзгерту үшін Үндістан үкіметі күйеуінің әйелдеріне қиянат жасауына жол бермеуге бағытталған заң жобасын ұсынды. Дегенмен, әзірге бұл жоба үнді әйелдерінің қиын өмірін одан әрі ушықтыру қаупін төндіреді. Онда ер адамдар өз мүлкін осылай қорғайтын болса, әйелдерін ұруға рұқсат етілген айтылған. Ал үнділік отбасында мүлікке үлкен мән беріледі. Үнді отбасында қызды дүниеге келсе, қуануға негіз жоқ. Оның ата-анасы оны ұзату үшін кейінірек қомақты қаржы жинау керек. Және бұл жай ғана дәстүрге деген құрмет емес, екі отбасы арасындағы шынайы мәміле. Қалыңдықтың қанжығасының, яғни артынан келетін дүниесінің мөлшері
көбінесе бүкіл отбасының жылдық табысының 5 есесіне тең. Көбінесе қалыңдық дүниесі мәселесі үйлену тойынан кейін күйеу жігіт немесе оның отбасы мүшелері алынған сомаға қанағаттанбаған кезде ашық айтылады. Көптеген күйеу жігіттер тек қайтадан некеге тұру арқылы материалдық жағдайын жақсартатынын түсінеді. Сондықтан әйелдердің өлімімен аяқталатын жазатайым оқиғалар жиі болады. Біріккен ұлттар ұйымы мәліметі бойынша Үндістанда жыл сайын 5000-ға жуық әйел, басқа ұйымдардың мәліметтері бойынша 15000-ға дейін әйел осы жолмен өледі. Соңғы 10 жылдықта қанжыға үшін өлтіру фактілерінің саны 2 еседен аса өсті. Үндістанда 1961 жылдан бері қанжыға алуға заңмен тыйым салынғанына қарамастан, көп жағдайда кінәлілерді жауапқа тарту мүмкін емес болды. Дегенмен, ол заңға қарамастан, күнделікті өмірде қанжығаның маңызы тек өсіп отыр. Осылайша отбасындағы қызы қаржылық ауыртпалық болып табылады. Үндістанда түсік жасатудың 80%-ын әйелдер УЗИ-де баланың қыз екені анықталса жасайды. Ал жыл сайын 10 000-нан астам қыз туғаннан кейін бірден өлтіріледі. Сондықтан Үндістанда 1000 еркекке 900 әйел, ал кейбір ауылдарда 600-ден астам әйелден келетіні таң қаларлық емес. Жақында жүргізілген зерттеу Үндістандағы әрбір екінші әйелдің дерлік тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шегетінін көрсетті. Бұл барлық жерде болады. Ауылдарда, қалаларда, сауатсыз адамдардың отбасыларында да және тіпті білімді ортада да. Үндістанда алғаш рет парламенттің қарауына заң жобасы ұсынылды. Оған сәйкес отбасындағы әйелге күш қолданғаны үшін айыппұл салынады. Бұл заңға сәйкес, мәселен, құқық қорғау органдары тарапынан бір реттен көп, бірақ тұрақты түрде тіркелген зорлық-зомбылық жағдайларына ғана айыппұл салынады. Әйелдерді ұрып-соғудың кейбір жағдайлары бұл заңда қарастырылмаған. Бұл соққыға жығылған әйелдердің аз ғана бөлігі полицияға жүгінуге батылы жететініне қарамастан. Айғақтарына қарағанда, олар құқық қорғау органдарына да қорлау мен соққыға жығылған. Сонымен қатар полицейлер мұндай жағдайлардың пайызын төмендетпеу үшін күйеуінің әйелдерді ұрып-соғуына қатысты айғақтар мен құжаттарды жойып жіберген фактілер белгілі. Бірақ бұл заң жобасының ең сорақысы Үндістандағы әйелдер құқығын қорғаушылардың пікірінше, ол негізінен күйеуінің әйелін ұрып-соғуға толық құқығын заңдастыру болып табылады. Өзінің негіздеуінде ол тек себебін атау керек. Ол менің мүлкіме қол соқты дегендей. Әйелдердің құқықтарын қорғайтын топтар заң жобасы тіпті күйеулерді әйелдерін ұруға итермелеуі мүмкін деп қорқады. Өйткені ерлердің бұған заңдастырылған құқығы болады. Осы видео ұнаса, лайк басып және арнама жазылып, мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтер тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.